Дәуренбайдың өмірге өкпес жоқ. Тек кей кездері өзімен қатар жүрген жұмыр басты жігіттердің кейбір мінез құлқына түсіне алмай жыны келеді. Бетіңе күле қарап тұрып, бұрылып кетіп басқаша сөйлейді. Әйтпесе сен бір нәрсесін тартып алғандай, тетігін таба алмаған өмірдегі бар өшін сенен алғысы келгендей, бойыңнан кемшілік іздеп, адымыңды аңдиды. Тіпті болмаса, Құдай берген кемтарлығыңды бетіңе басады. Сол күннен бері Дәуренбай ешкіммен сөйлеспейді, ешкімге сенбейді. Өзім деп өрекпігендерден көңілі қалды. Жұрттан бөлініп, өзгеше бір өмір сүргісі келеді. 28 жыл, 8 ай, 22 тәулік жападан жалғыз аралда күн кешкен Робинзондай ел жұрттан безіп, жеке кеткісі келеді. Бірақ ол үшін ұлы мұхитта жүзіп, үлкен жолға шығу керек. Бірақ сол Робинзонның да қасында жартылай жабайы Жұмабай, Пятницаны қазақтар осылай аударған. Келгенше адамзат баласын сағынып, ішкені ірің, жегені желім болды емес пе? Қайтсең де адамның күні адаммен, еркектің күні әйелмен, ананың күні баламен болуды жаратқанның жерге жіберген жарлығы. Дәуренбай бүгін күннің ұясына батуын асыға күтті. Маусымның май тоңғысыз кешінде табиғат ананың бар иіс қоңсысын жұтып алған қиыршық суысыма құмның үстінде таң атқанша жүрсең де шаршамайсың. Үф еткен жел жоқ, денең тоңазғанмен жаның саф ауаға семіріп, кеудеңді кере демаласың. Айлы түн мен қиыршық құм көкірегіңді адам салған жараға дейін жазып, тіпті бәрінде ұмыттырып жібереді. Тек сұлулыққа асықсың, соны бір көргенше ынтықсың. Сол сұлу тән 40-тың қырқасына іліккен Дәуренбайдың көз алдар бар қуанышы, 62 тамырын итер алданышы, жан ләззатқа бөлер сиқырлы сағынышы. Дәуренбай адамдармен кетіскен сол күнді ойласа да өзіне өкінеді. Тіпті артық кеттім бе деп өзін өзі сөгеді. Бірақ сол күннен бастап дүниеде кітап деген кереметтің бар екендігін біле бастады. Әйел болғанда да жалаңаш әйелдің тәнінің құдіретін еркектің нәпсі құшағында тұрып шын сезінді. Өмірде ұйқыдағы ару Венера, өзенге шомылған Диана Құдай деген сурет сиқырдың бар екендігін білді. Афрорита деген сұлулық тәңірісімен тілдесті. Бүгінде сол көптен көре алмай жүрген әйел тәнін көріп қалам ба деген ниетпен алып ұшып, жүрегі өрекпіп, біреудің терезесінің алдында тұр. Көргенде не деп өкінеді бір жағынан. Жалаңаш әйел өз үйі өлең төсегінде ақ төсек неке мамығында шалқасынан түсіп жатыр. Бұл болса қою қараңғыда терезеден ұрыдай сығалап, саңлау іздеп алабұртады, аласұрады. Өзімен өзі арпалысып азаптанады. Егер жалаңаш дене жалт етіп бір көрінсе, деп демін алып, бойы жеңілдеп қалады. Өзі қыстаққа іздеп барып, көріп қайтып жүрген сурет болып бейнеленген жансыз сұлулықты жалт еткен жанды сұлулық жеңгендей көз құмар қанып, еркек нәпсі тояттабады. Шекер, ауылдағы келіншектердің шекері де өзіңсің ғой. Саған кім жетеді? Дөңгелек ақ жүзің аршыған жұмыртқадай, көздерің көкшіл ме, әйтеуір от шашып, өзіне тартып тұрады. Сымбатың қандай? Арық та емессің, толық та емессің. Ақ тәнің қандай болды екен сонда? Сені шешіндіріп, жалаңаш тәніңді көрген еркек қандай бақытты. Бүгін қаладан күйеуің Аппаз келді. Үйленгесін бір ай болды ма, жоқ па, сені тастап Алматыға суретшінің оқуына кетті. Түстім деген хабар келгенде Шекердің көзінен қос тамшы үзіліп түсіп, қолындағы жедел хатқа тамып кетіпті дейді. Аппаздың оқуға түскелі бүгін бірінші келуі. Бүгін сенің ақ тәніңді көруге, күйеуіңмен бірге, менде ортақ болып, мен секілді сорлының көз құмарын қоса қандырсаң. Дәуренбай соншалықты алып ұшып, ауыл шетіндегі оңашалау Аппаздың үйінің терезесіне жеткенмен, бәрібір адамдарға өкпелі. Өзінің осы ойына дүрс-дүрс соққан бір тұтам қызыл ет жүрегі куә.
Солсынғы куә шырпыр етіп қою түннің басын ауыртқан шымылдауық шегіртке. Сол күні бөтелке қабылдаушы Смайылға қол жұмсағанымен, сонан кейін бұрын білмей жүрген сұлулық әлеміне куә болып, адамзатқа бекер қол көтерген екемін деп қорықты, өз ойын қорқытты. Бәрін адамзаттың өзі жасайды екен. Күн бар жерде түн бар. Жарық пен қараңғы қатар жүрмесе болмайды екен. Бірақ адамдардың кеш батып кетпей тұрып, сұлулықты салып үлгергендеріне тәнтімін деп тежейді ойын. Сол күннен кейін өзіне өзі есейіп кеткендей көрінді. Сол күннен кейін үндемес атанды. Бірақ көруге құштар болды. Оқуға ынтызар болды. Аудан орталығы қала типтес қыстақтағы шыны ыдыстарын қабылдау қоймасында жүк тиеуші болып істейтін. Бір мәшинені түгел түсіріп болғанда, бір жәшік бөтелке қораптың түкпірінде қалыпты. Ананы неге алып қалдың? Деді шопыр. Кутузов соны көреді дейсің бе? Қабылдаушы Смайыл сабырлы қалпынан танбай ісін жүргізе берді. Дәуренбайдың денесі дір етті, жаны мұрнының ұшына келді. Кутузов көреді дейсің бе? Кутузов менмін ғой сонда. Сонша нығыздайтын кім болды екен өзі? Неде болса көзге байланысты сөз. Көріп жармаған біреу болса керек. Жаны ышқынып, жүгіріп жүйткіп мұрнының ұшына келді. Кутузов дегенің мен бе? Сенемей енді мен бе? Қабылдаушы Смайыл саспай сабырлы жауап берді. Машина қауына секіріп мініп, бір жәшік 20 бөтелкені өзіне жақын қойды да, қолына бірінші іліккен сыбағасы кетіп, мойнына сорайған айрықша арақтың бөтелкесімен мә ендеше деп тістеніп тұрып құшырлана ұрды. Өй өзің! Қабылдаушы басын алып қашқанмен қоп қою қызылған қарашашының астынан бұрқ етті. Мә ендеше. Екінші жібек жолының іші бос. Смайылға тиесілі сыбағасы тағы да басына барып тиді. Үшінші рет арман коньягының бос бөтелкесін жібергенде Смайыл арман мұңын айтып жан дауыс шығып шалқасынан түсті. Арпа ішінде бір